Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сабақта біз аритмияға қарсы препараттар талқылайтын боламыз. Жалпы аритмияға қарсы препараттар талқыламай тұрып, біз ең алдымен әрекет потенциал действия дегенді жақсылап үйренуіміз керек. Жүректе қалай жиырылады, қандай иондық каналдар бар екен жақсы білуіміз керек. Ал кетіп бастайық. Жалпы енді бізде жүректің өткізгіштік жүйесінде синатриалды түйін, одан кейін алфа түйін, одан кейін гиш шоғыры, одан кейін гис аяқшаларына бөлінеді. Ал енді бұл жерде нені білуіміз керек? Мынау бізде енді жалпы мынау бізде кардиомиоциттер. Мынау бізде кардиомиоциттер осылай бір-бірімен осылай бірігіп тұрады, десмосомалар арқылы бірігіп тұрады екен. Енді бізде бұл өткізгіштік жүйе не үшін керек? Жалпы өткізгіштік жүйе жүректің жиырылуы үшін қажет. Жиырылуы. Яғни тоқсыз жүрек жиырылмайды. Оны жиырылғызатын жүйе бізде өткізгіштік жүйесі деп аталынады. Синатриалды түйін ешқандай жаңағы триггерс өзі пейсмейкер жасушалары арқылы бізде тоқты импульсті өндіріп отырады. Анамыздың ішінен қайтыс болғанға дейінгі уақытта ол ешқандай триггерсіз жұмыс істейді, өзі ғана өндіріп тұра береді. Жүректі жиырылу үшін керек. Енді осы өткізгіштік жүйе арқылы ең бірінші бізде екі жүрекшені қоздырады. Екі жүрекшені жиырып алғаннан кейін бізде ары қарай қарыншаларды жиырады. Солай бізде жаңағы систола, диастола бір-бірімен кезек-кезек алмасып тұра береді. Енді синатриалды түйін мына жерде орналасады. Ал жүрекшеден бастады деп ойлайық. Енді бізде жаңағы покой, яғни тыныштық кезінде, жасуша тыныштық кезінде бізде жасушаның іші минус болып тұрады, мынандай болып тұрады. Сырты плюс болып тұрады. Ал енді пейсмейкер жасушалары бізде импульсті өндірген кезде жасушаның іші бізге плюске айналады. Плюске айналады да, енді мына десмосомалар арқылы бізде неге кетеді? Осы екіншісіне кетеді. Осы толып бүкіл жаңағы кардиомиоцитті қоздырып біткеннен кейін ауысып отыра береді. Ауыса береді. Енді бұл бізде электрофизиология деп аталынады. Жалпы бұл процесс, оны біз жаңағы схемамен көрсете аламыз. Қазір мен сіздерге бір схема көрсетемін. Яғни бұл осылай. Яғни ең бірінші екі жүрекше, екі қарынша қосады. Систола, диастола алмасып тұра береді. Осы жаңағы өткізгіштік жүйе арқылы. Түсініңіздер өткізгіштік жүйенің қалай әсер ететінін. Ал енді бізде ары қарай жаңағы потенциал действияны біз схема түрде сызатын боламыз. Ол схема былай. Ең бірінші бізде мынау бұл милливольттардың несі шкаласы. Мынау шкала ары қарай қазір не кететін болады. Ең бірінші мына минус 85. Мына жақта примерно плюс 20. Ең бірінші жаңағы енді бізде кардиомиоцит екіге бөлінеді. Типті, одан кейін А типті деп бөлінеді. Типті деген ол кәдімгі жаңағы жиырылатын кардиомиоцит. Ал А типті кардиомиоциттерге бізге жаңағы сызып қойған өткізгіштік жүйенің несі жатады, жолдары жатады. Соны айтсақ болады. Енді біз типті кардиомиоцит қалай жиырылады? Осыдан кейін мен А типтіні көрсетемін қалай жиырылатынын. Яғни электрофизиологияны схема түрде көрсетемін. Қараңыздар. Ең бірінші бізде натрий көмектеседі бұл жерде. Енді мынау жасуша деп есептейік. Қараңыздар. Ең бірінші бізде натрий кіріп бастайды. Негізі покойда калий осылай ұстап тұрады. Покойда калий. Жаңағы минус жаңағы жасушаның негізгі ішінде мынау жасуша болса, ішінде калий, сыртта натрий көп болады. Енді жаңағы
натрий кірді, синатриялық түйіннен импульсті жіберді. Осы кезде натрий бізде көп ішке кіріп бастайды. Натрий кірген кезде плюс 20-ға дейін нені апарып тастайды. Милливольтқа плюске дейін апарып тастайды. И осы кезде бізде плюс 20-ға шыққан кезде натрий уже тоқтайды. Натрий жолы жабылады. Енді жаттап минус 85, минус 90-да жұмыс жасайды натрий. Қазір оны талдаймыз А типтіне. Сол кезде түсінесіздер не айтып жатқанымды. Натрий кірді, жасушаның ішіне. Енді ары қарай не болады? Бізде уже калий ақырын шығып бастайды. Калий ақырын шығып бастайды. Мына бізде 0-ші фаза. 0-ші фаза деп аталынады. Мына 0-ші фаза. Калий ақырын шыққанда ол уже баяу реполяризация болып көрінеді. Баяу реполяризация. Калий не үшін шығады? Ол кальциймен алмасу үшін шығады. Яғни натрий кіріп кетті, уже натрий өте көп, калийді сыртқа шығу керек, одан кейін кальций қазір алмасады, кіреді. Қазір осы кезде бізде бұл бірінші фаза деп аталынады. Мынау бірінші фаза. Мынау бірінші фаза. Ары қарай бізде енді үшінші фаза кетеді. Үшінші фаза ішке кальций кіріп бастайды. Кальций мен калий алмасып бастағандықтан мына жерде дым өзгеріс болмайды. Просто мына жерде плюс түзу ғана сызық болады. Примерно осындай. Бұл үшінші фаза плато деп аталынады. Фаза плато. Бұл енді осыны жаттамаңыздар. Кальций. Кальций бізде жүректі жирады. Кальций жирады бізде. Осы кальций фаза плато кезінде уже жирады жүрек. Енді үшінші фаза кеткеннен кейін бізде уже төртінші фазаға кетеді ары қарай. Төртінші фаза бізде уже неге кетеді? Қараңыздар. Бұлай кетеді да, жүрек демалады. Қазір қараңыздар. Уже бізде калий сыртқа уже тағы шығып бастайды. Калий бұл іште калий вообще қалмады. Сосын сыртқа шығады, сосын қайтадан орнына келеді. Осылай. Бұл кәдімгі төртінші фаза. Бұл яғни біз 2-мен есептеп көрсек, 0, бірінші, үшінші фаза ол бізде жаңағы QRS-ті көрсетеді. Сөйтіп кетеді. QRS, но Т. Төртінші фаза ол Т. Түсінікті ме? Яғни мына нелерді жаттап алыңыздар. Қазір осы біз аритмия қарсы препараттарды осы жаңағы натрийға, одан кейін кальций, калийға біз жаңағы тежеу арқылы біз аритмияны емдейтін боламыз. Осылай міне конспектті жазып алыңыздар. Бұл бізде жаңағы кәдімгі кардиометстер, яғни типті кардиометстердің жиырылу электрофизиологиялық схема түрінде осылай болады. Көрдіңіздер ғой? Өшіріп тастайын. Ал енді бізде А типті, яғни синатриалды түйіннің жаңағы синатриалды түйінде қалай жиырылатын көрейік, қалай бізде ионик каналда жұмыс жасайтын көрейік. Ең бірінші біз сызып аламыз ағандай. Бізде жаңағы шкала. Енді мына жерде минус 60. Минус 60. Уже бұл жақта примерно плюс 20 болады. Бұл жақта. Сосын қараңыздар енді. Бізде жаңа натрий 90-да 85-те жұмыс жасайды дедік. Ал енді минус 60-та бұл жерде натрий жұмыс жасамайды. Вообще натрий жұмыс жасамайды. Синатриалды түйін ешқандай жаңағы несіз өндіреді. Импульсті ешқандай триггер сырттан оған ешнәрсе керек емес өндіру үшін. Өзі өндіре береді. Енді бұл жерде жаңағы натрий жұмыс жасамайды. Бұл жерде калий жұмыс жасайды. Калий всегда шығып отырғандықтан ол уже жаңағы баяу деполяризация жасап отырады. Бұл жерде уже бірінші фаза болмайды. Қараңыздар. Вот. Мынау бізде минус 60. Уже примерно былай кететіне. Уже не былай кішкене түсіп көтерілетіне. Минус 60. Уже плюс жаңағы ақырын не істегенде минус 40-қа примерно жеткен кезде
кальций каналы ашылып кетеді. Мынаны жаттаңыздар, мына всегда не істеп отыратын фаза, всегда ЧСС-ті осы анықтайды. ЧСС-ті осы анықтайды. Яғни всегда калий каналдары кіріп отырады. Осыған асықпай калий каналдары. Сосын калий не істегенде бізде EF деген не бар? Канал, яғни ионный F каналдары бұл калий үшін ғана. Калий жаттағаныздар, мына калий всегда неге кіріп отырышын несті шығып отқандықтан, бізде жаңағы жасушаның ішіне калий всегда кіріп отқандықтан, ЧСС осы жаңағы ақырын бұл натрий жұмыс жасамайды, калий жұмыс жасай беретіндіктен бізде ақырын деполяризация бола береді. Плюс 20-ға жеткен кезде бізде енді минус 40-ға жеткен кезде кальций каналы ашылады, бұл минус 20-ға барып тастайды, плюс 20-ға барып тастайды. Кешірім сұраймын, плюс 20-ға барып тастайды. Енді плюс 20-ға барған кезде мынау бізде 4-ші фаза. Жаңағы қызылмен сызғаным бұл 4-ші фаза. Ал мынау 0-ші фаза. 0-ші фаза. Осы жаңағы жаттабаңыздар, кальций кіреді бұл жерде, кальций. Кальций мына жер 20-ға апарып тастағаннан кейін бізде ары қарай калий кетеді. Калий каналы тағы да шығып кетеді. Мына жерде кіреді, мына жерде қайтадан шығады да. Реполяризация жасап істейді. Мен осылай шығып кетеді да. Ары қарай тағы осы не қайталана береді. Енді жаңағы айтқанымдай фаза платодағы кальций бар ғой, фаза плато деп айттым ғой, сол кальций. Ол кальций осы жерден жиналған кальций ары қарай өтіп кетеді. Жаңағы ары қарай өтеді да, міне мына жақта натрий кіреді, жеткізбейді. Яғни жолдар ғой, просто натрий жаңағы жүректі дайындап береді кальцийға. Сол кезде міне кальций мына жерде платомен шығады да, плато кезегінде жүрек жиырылып отырады, қарыншалар. Осылай жиырылып отырады. Сол кезде осы кальций жаттағаныздар, осы механизмдер бізде жұмыс жасайды екен. Енді ары қарай біз антиаритмикалық препараттардың классификациясына көшейік. Жалпы аритмияға қарсы препараттардың классификациясы бізде Вохан Уильямс деген классификациямен қазіргі таңда қолданыста. Бұл жаңағы натрий каналдарын блоктап тастайтын 3 топқа бөлінеді. Яғни ең бірінші натрий каналдарын блоктайтындар. 1А бізде хинидин, навакаинамид, дизапирамид, аймалин, проаймалин деген препараттар ол 1А деген топқа жатады. Екінші 1В деген топқа бізде лидокаин, тримикаин, мексилидин деген препарат. Одан кейін 1С пропафенон, сосын флекаинид деген препараттар жатады. Мембрана тұрақтандыратын топты талдадық, яғни олар 3-ке бөлінетінін айттық. 1А, 1Б, 1С деп. Енді механизм действияларын әріректе талдаймыз. Енді екінші ары қарай жататын аритмияға қарсы препараттарға бета-адреноблокаторлар. Бета-адреноблокаторларға бізге бисопролол, метапролол, атенолол. Мен осы бета-адреноблокаторларға бөлек видео салған болатын, соны толығырақ көріп алыңыздар достар. Үшінші ол калий блокаторлары, калий канал блокаторлар. Оған жататын препараттар сантадарон, амиадарон, саталол деген препарат. Амиадарон бұл препарат ең көп қолданатын препарат осы. Ең мықты антиаритмикалық препарат болып саналады. Келесі 4-ші класс бізде ол кальций канал блокаторлары. Верапамил, дилтиазем деген препарат. Оған да мен бөлек видео түсірдім, соны көріп алыңыздар. Бүгінгі талдайтын препарат сонда мембрана тұрақтандыратындар, калий канал блокаторлар, одан кейін осылар талдаймыз. 5-ші класс ол классификацияланбаған топқа жататын препараттарға жазуды ұмытып кеттім. Бізде жүрек гликозидтері, оның ішінде жүрек гликозидтері, дигоксин. Дигоксин деген препарат. Одан кейін тағы да магний, калий препараттары бар. Одан кейін бізде тағы бір топ, ол
жаңағы АТФ осы препараттар. Ең мыналар көмектеспей жатқанда біз 5-ші класста қолдансақ болады. Енді ары қарай біз механизм действияларын талқылайтын боламыз. Енді әсер ету механизмдерін талқылайтын болсақ, жалпы натрий канал блокаторлар, прокаинамид, новокаинамид деген препараттар, олар натрийді блоктап тастайды. Мынау бізде не болса, жалпы мынау бізде мембрана болса, натрий бізде былай кіреді ғой, сол кезде бізде не болады? 0-ші фаза, жаңағы 10-ші милливольтқа дейін жетіп кетеді. Осы кезде натрийді біз осы прокаинамид, новокаинамид арқылы тежеп тастасақ, мына жерден, осы кезде бізде уже не болады? Мынау бізде қалыпты электрофизиология, біз препарат бергенде біз не болады? Мынау бізде натрий 0-ші фазаны ұзартып жібереді. Әсер ету механизмі, яғни натрий осы жерден тежеп тастайды. Уже 0-ші фаза ұлғаяды. Сол кезде бізде енді не болады? Бізде мынау эффективный рефрактерный период деген не бар? Аралық бар. Рефрактерный период. Бұл рефрактерный период дегеніміз жаңағы осы 0-ші натрий мен калийдің арасындағы осы арақашықтықты айтады. Осы кезде бұл жүрек жиырылғанда уже екінші рет вообще жаңағы жиырыла алмайды. Например, мына жерде кальций уже кіріп не істеп жатыр, калиймен алмасу фаза платода бізде не болды? Жүрек жиырылды. Енді осы эффективный рефрактерный период кезінде осы кезде бізде не болмайды? Жаңағы басқа әсер ете алмайды. Жүрек өзі систола, бір ғана систола болады. Енді аритмия кезінде бұл жаңағы не істейді? Осы эффективный рефрактерный период бұзылып кетеді да, аритмиядан бастайды. Енді бізде 0-ші фаза осы ұзарған кезде осы ұзарады, осы кезде не болады? Бізде эффективный рефрактерный период ұзарады. Осы кезде ешқандай жаңағы аномальный немесе басқа ошақ бұны не істей алмайды, әсер ете алмайды. Бұл ұзарған сайын ешнәрсе әсер ете алмайды. Түсінікті ғой, достар? Яғни біз осыны не істейміз? Осыған біз көп акцент қоямыз. Яғни аритмияға қарсы препараттарда осы эффективный рефрактерный периодты біз ұзартамыз. Енді бұл жаңағы қай кезде қолданамыз? Бұл новокаинамид, прокаинамид деген препараттарда біз көбіне оны тахикардия кезінде қолданамыз. QRS комплекстерінің жаңағы күйіп кеткен несімен тахикардия кезінде қолданамыз. Яғни QRS комплекстерінің күйіп кетуімен, одан кейін жаңағы не болады? Бұл жер әсер ету механизмі түсінікті ғой, достар. Яғни натрийді тежеп тастайды. Натрий тежесе бізде жаңағы 0-ші фаза қиғаштанып тұр. Көрдіңіздер ғой? Вообще қиғаштанып тұр міне. Енді осы кезде қиғаштанғандықтан калийді ақырын не істейтін болады? Ұзарады, кішкене болсын калийға да әсер ете алады. Осы кезде мына эффективный рефрактерный период ұзарғандықтан бізде жаңағы басқа ошақтар немесе реэнтри бізде әсер ете алмай қалады. Түсінікті ғой? И мына жерде, например, қараңыздар, мына жүрек 4 камерасы бар. Негізі өткізгіштік жүйе былай кетеді. Енді бізде осы кетті ғой, өткізгіш жаңағы са жаңағы түйін, авы түйін. Енді осы кезде жаңағы басқа ошақтар бар, например, эктопиялық ошақтар. Енді осы кезде жаңағы эктопиялықтар ошақ әсер ете береді. Яғни басқа, яғни қалыпты да са түйінен шығар, ал бұл патологиялық ошақтар. Енді осы кезде жаңағы біз ЕРП-ны ұзартып жіберсек, мыналар уже әсер ете алмай қалады. Өйткені бұл заң сондай, физиологиялық заң сондай. Яғни сен жаңағы жасуша қозған кезде оған тағы да қоздырса, ол вообще қозбайды. Бұл сондай заң екен. Стоп препарат, калий канал активаторы, лидокаин деген препарат. Жалпы лидокаин қалай әсер етеді? Мына бізде қалыпты. 4-ші фаза, 0-ші фаза, 1-ші, 2-ші фаза, 3-ші фаза. Жаңағы уже қалыпты электрофизиологиялық жұмысы жүректің. Енді бізде осы лидокаинді бергенде қандай өзгерістер болады? Бізде енді калийді тез шығарып жүреді. Калий мына 3-ші фазада, 3-ші фаза өте жылдам жүреді. Сосын жылдам жүреді, бірақ эффективный рефрактерный период қысқарады бұл уақытта. Бірақ осы кезде сұрақ туындайды, қысқарса, яғни жаңағы аритмия тез болып кетпей ме дейді. Бірақ жоқ. Енді жаңағы келесі не болуы ұзарады? Келесі, яғни жүрек екінші рет жиырылғанда, міне, мына дәрі әсер етті,
сосын біз тез шығарып жібердік, кішкентай ғана болып қалды, эффективный рефрактерный период осы арада. Сосын бірақ екінші нөлінші фаза, екінші жүрек жиырылғанға дейін ұзақ уақыт болады. Міне көрдіңіздер ғой, жүрек акырын демалады. Не тез шығып кетеді, қайтадан ұзақ демалады. Міне, яғни бұның әсер етуі тура осында екен. Енді жаңағы біз бұл препаратты амиодарон әсер етпегенде қолданамыз. Амиодарон ол бізде жаңағы калий канал блокаторы, мына керісінше активатор. Амиодарон әсер етпегенде біз фибрилляция, сосын жаңағы қарыншалық тахикардия кезінде қолдана алады екенбіз. Енді жаңағы біз қай кезде қолдана алмаймыз? Бұл препараттарды біз АВАС, сосын СА блокада, антеровентрикулярный блокада, синаториальный блокадада қолдана алмаймыз. Себебі бұл уже жүректі жаңағы ақырын жұмыс істеткізеді. Ол кезде жаңағы АВ блокада, СА блокада науқасы бар науқастар, ауру бар науқастар одан ары қиын болып қалуы мүмкін, жағдайын одан ары ушықтырып алуымыз мүмкін. Сол үшін біз лидокаинді АВ блокада, СА блокада кезінде қолдана алмайды екенбіз. Енді келесі топ бізде жаңағы 1С. Оған жататын бізде жаңағы этацизин, сол препараттарды ары қарай жалғастырамыз. Келесі топ препарат натрий канал блокаторы, яғни бәрі бір топта мембрана тұрақтандырушылар деп аталады. Бұл топтың бәрі пропафенон, этацизин деген препарат қалай әсер ететінін талқылайық. Мынау бізде қалыпты электрофизиологиялық, жүректің қалыпты электрофизиологиялық жұмысы. Міне, екі жиырылды. Ал енді біз пропафенонды берген кезде қалай өзгеретінін қараңыздар достар. Міне, натрийді осы жерден тежеп тастайды. Нөлінші фаза бізде өте қатты ұзарады. Нөлінші фаза ұзарады, одан кейін ол үшінші фазаға да әсер етеді. Үшінші фазаға міне, үшінші фазаға әсер етеді, ол ұзарады. Енді бізде біріншіден қарағанда ол төртінші фазаны тоже ұзартып жүреді. Төртінші фаза ол міне, тоже калий қатады бұған. Көрдіңіздер ғой, осы келесі жүрек жиырылуына дейін уже үлкен уақыт өтіп кетеді былай қарай. Бұл қай кезде қолданамыз? Бұл уже жаңағы біз қолданамыз жаңағы атриовентрикулярды ретипроктық тахикардияда, сосын фибрилляция предсердия кезінде қолданамыз, тахикардия кезінде қолданамыз. Бірақ противопоказания ОКС, одан кейін инфаркт миокарда, стенокардиясы бар науқастарда, немесе осы жаңағы ОКС-тен кейін дамыған тахикардия, фибрилляция кезінде біз бұл препараттарды бере алмаймыз. Өйткені науқастың жағдайын одан ары ушықтырып жіберуі мүмкін. Үшінші канал блокаторлары амиодарон деген препарат. Ең көп қолданатын препарат осы амиодарон. Өте мықты әсер ететін препарат болып есептеледі. Амиодарон. Жаттап осы препарат ең көп қолданатын препарат. Енді бізде қалыптын салайық. Яғни бұл натрий, фаза плато, одан кейін калий, реполяризация. Осылай болады. Енді бізде осы калий канал блокаторларын амиодарон қалай әсер етеді? Бізде ол уже мына фазаны ұлғайтады, төртінші фазаны, сосын нөлінші фазаны кішкене болсын ғана ұлғайта алады. Потом не ұзайды, фаза платоға әсер етпейді, сосын нет. Не ұлғаяды. Мына жаққа салып жіберейін. Үшінші фазада ұлғаяды. Бірінші фаза екеуіне әсер етеді. Төртінші фазаға да әсер етеді. Яғни продолжительность. Осы потенциал действияның бір-бірінің продолжительностін ұлғайтып жүреді. Сол кезде жүрек ақырын жиырылады. Осы кезде уже біз аритмияны тоқтата аламыз. Енді амиодарон ол бізде липофилді ағзадан шығу қиын, өйткені құрамында йод бар. Сол үшін біз қалқанша безінің қызметін қарауымыз керек. 3-4-ті біз бағалап отырмасақ, осының өлшеп отырмасақ, 3-4-ті науқасқа қиын болып қалуы мүмкін, өйткені құрамында йод бар. Енді бұны біз амиодаронды қай кезде қолданамыз? Біз амиодаронды жаңағы бұл СА түйінге, яғни жаңа айттым ғой, калий ол жаңағы ЧСС танықтайды. Жаңағы СА түйінде А типті кардиомиоцитте. А типті кардиомиоцитте енді біз калий не болып тұр? Мына жерде калийға да тежеп тастайды. Осы кезде біз фибрилляция трепетания кезінде қолдана аламыз осы амиодарон деген препаратты.
Вот бұл амиодорон деген препарат. Естеріңізде Т4-тің деңгейін қарап отыруымыз керек. Достар, көп рахмет сіздерге. Назарларыңызға рахмет.